Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздерге осындай карамельді сметанниктің жасалу жолдарын көрсететін боламын. Ол үшін бізге қамырына ұн керек, бір жұмыртқа және нан қопсытқыш, сары май, қант қажет болады. Салмасына қант, жұмыртқа, вареная сгущенка, жүгері крахмалы, ваниль қосылған және қаймақ, сметана. Қамырын бірінші елеп аласыздар қыздар. Қамырымызды осылай елеп алғаннан кейін салафановый мешочыққа салып, тоңазытқышқа 15 минутқа қойып аласыздар. Екінші салмасын дайындаймыз. Дайын болған қамырымызды осылай формамызға бір келкі қылып орналастырамыз. Жан жағы жабық болу керек, әйтпесе салмамыз ағып кететін формадан қыздар. Сондықтан дұрыстап жайлап, жан жағын жауып орналастырасыздар.
180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Менің каналыма міндетті түрде тіркелуді ұмытпаймыз. Лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен болған Бақыт Аманжолқызы.